бұл футболканы сізге Аян алып. Айбек, білесіз бе сіз Аяна Ерасылды қыздардан емес сізден қатты қызғанады ғой. Иә. Сіз айттыңыз, мына футболканы 4.000 теңгеге алып берген деп айтқансыз ба? Жоқ. Мен әйелің алып берген футболканы 4.000 кидім ғой дедім. Ол кісі дұрыс түсінбей қалыпты. Билейді, енді саған Айбек алып берді футболка, алып бермеймін мен деп ренжіп қап. Мен Гүлнұр ханымға алмадым. Өзіміздің арамызда бір мәселе туындап қалған еді. Ассалаумағалейкум, біздің қымбатты достар, көрермендер. Бүгін біз эфирдеміз, бізді жіберіп алмай көріңіздер. 14:30-де. Мади, Әлші. Бүгін сөйтіп, сосын еңбек қыз Зарина Айжа біздің жобада біздің Айбек пен Эдуарда қалайсыздар? Кешегі мәселені шештіңіздер ме? Сөйлеп жатырмыз. Бүгін қатты боянбадыңыз, иә? Мен көзіме теріскен шыққан, и боямай жүрген. Осылай боянбай жүргеніңіз әдемі, Айбек Эдуарда? Айтсам түсінбеді. Мен өзгеріп тұрамын да, менде разнообразие бар. Жеп шашамасын дейді. Мен мантыға кетіп қалғанша. Арасында плов жеп тұрсаңызшы, манты жібермейді. Тамақ болып тұрмын. Тамақ болса ехал. Кешкісін. Арам бойынша. Достар, көрдіңдер ма? Ұрат пен арам бойынша. Қалайсыздар, достар? Бүгін 14-та Біздің жақсы. және сіздің ең алғашқы табысыңыз. Заттай болсын. Қандай жұмыс істедіңіздер? Или қандай жарыстарға қатысып, бір сыйақылар алдыңыз? Мектеп кезінде есімде жоқ. Бірақ жарыстарға қатыстым да, ақшалай стипендиям шығар, может, университетте. Бірақ жұмыс істемедіңіз. Универ кезінде жоқ жұмыс істемедім. Бірақ жұмыстан бастап өзіміздің магазинімізді аштық. Сол жерде басында онлайн болды, одан кейін магазинді өзіміз офлайн ашып, сол жерде сауда жасадық. Демек сіз сауданы сол бұрыннан бастағансыз, иә? Енді айттыңыз Қытайға барамын, анау деп. Бішкекке барған Қырғызстанға тағамдар алып келген сіздерге. Турциядан онлайн алдыртатын іздейміз. Ой екен. Айжан, сосын сөйтіп үйіңізге алып бардыңыз, мамаңыз не деді? Сосын мама, ой, бұл деді да, күлді, сөйлеген